Басмай, мә, саған ұйқыдан отырдым ғой. Мә, видео түсірмегелі. Уже почти бір айдай болып кетіпті ғой, блин. Жаңа жылмен құттықтауды ұмытып кетіппін, достар. Общем, бәрінесі әлем, қалайсыңдар, сіздермен бірге мен Сако. Бүгін мен ауылда енді мына жителмен бүгін тойлағам ғой жаңа жылды ше. Сөйтсем, жаңа жыл басталған уже 2-3 аптадай өтіп кетіпті. Ё-майо дегенсің ғой. Чё там житель, не хабар, өз ауылда бірдеме болып отыр ма? Сәко, ё-майо, қазір ауылда білмейсің ба, не қазір ауылға бір кедей келген болатын, сол кедейге қазір көмек керек дей ма бір бәле. Анау ішіва бүткілді миын шірітіп атыр. Соған бар көмектесіп қайтсайшы, ана кедей онда біздің қанымызды ішіп сатқа әндеші бар ғой. Ё-майо, блин, мына кедей нес, ё-майо, қайда кедей-та, кетшар, ё-майо, қуады екен ғой. Давайте мына жителдер чё-то қатты сөйлеп кеттік, кәдімгідей дауыстарын шамалы азайтып тастайық бүйтіп. Мен қазір даладан тұрсам, мен мынандай, ішіп алып мынандай үстіме киім заказ беріп қойыппын. Мынау деген киім енді әдемі екен. Бұл енді постоянно мен скинім болады, енді шет жақтарына, ортасына қарасан жалпы. Бәрі өте керемет мен ойымша. Енді қазір маған таңертең бір обновление кепті. Осы Майнкрафтта мынаны қараңдар. Менде мына жақта неше түрлі заттар бар екен. Қазір достар сендерге оның бәрін көрсетіп өтетін боламын. Міне қараңдар. Қазір мысалы бізде бір зомби мутант және бір зомби скелетті алып алып, мынандай мына жақта осын аламыз. Сосын давайте кеткенді қазір біздер ар жаққа барып, мына пустыняға барып, екеуінге төбелестіретін боламыз. Міне бізде зомби мутант. Ё-майо, мынау деген кәдімгідей дәу ғой. Ема. Давайте енді қазір мына жаққа біздер зомби скелетті қоятын боламыз. Екеуінің қыпысын қараңдар, міне. Бұл екеуі пока дос. Енді біздер мына таяқты алып, мына екеуін төбелестіретін боламыз қазір. Достар, міне қараңдар, мына зомби скелеттің түрін қараңдар. Түрі деген кәдімгідей қорқынышты мынаның. Ал мына болса зомби мутант. Енді бұл да дәу, кәдімгідей басқа зомбиларға қарағанда бұл бізде кәдімгідей дәу. Енді қазір екеуін біздер қазір төбелестіріп көретін боламыз. Екеуінен қайсы ұтады деп ойлайсыңдар, комментарийға өздерін жазып кетуді ұмытпаңдар. Мен өзім зомби мутант ұтады деп ойлаймын. Давайте дәл қазір паузаға қойып, комментарий жаз, лайктарын басып кетіңдер. Ал біздер ұзатпай, міне мынаны таңдайтын боламыз да, және мынаны таңдаймыз. Қазір қараңдар, ема, мына кәдімгідей дерзкі төбелесіп отыр. Давай, зомби мутант, ұшып кеткен несей, давай, Блин, кім ұтады екен мыналардан? Мына зомби мутанттың ороны көп екен, скелетте шамалы кішкене аз қыппы екен. Енді білмеймін ме, кім ұтады араларында қазір көретін боламыз. Зомби мутант кәдімгідей бақырып жатыр. Ё-майо, кім ұтады екен? Айбай, зомбині шақырды ғой мынау. Мәссаған, базар жоқ. Давай, давай. Мына скелет қыпыса, зомбидің қыпысы көбейіп кетіпті. Енді регенерациясы жалпы мықты екен. Секіріп артқа қарап атады екен. Бірақ сонда да біздерде зомби мутант ұтып кетті. Достар, мен кәдімгідей шок болып жатырмын. Енді келесі видеода давайте енді әр видеода біздер өйстіп бір-бірін төбелестірек. Енді көрдіңдер өздерін жалпы бәрі дерзкі. Мына зомби мутантты қыпысы толып жатыр ақырындап. Ал молодец, красавчик. Енді бұл бізде достойна жеңді. Давайте енді қазір біздердің скелеттен қалған қалдықтарды жинап тастайық. Енді төбелестіріп болған соң пустынядағы мына қояндар, басқа адамдар әңгіме айтпау үшін. Давайте енді қазір біздер жинап алдық осының бәрін. Енді қазір ар жаққа баратын боламыз. Ар жақта бізде мына жақта кедей тұр. Давайте біздер қазір осы кедеймен сөйлесіп қайтайық. Чё-то кедей, мен атым Сако болады. Қалай, мен осы ауылда тұрам. Бұл ауылдың, бұрыннан тұрып келатыр мен ауылда. Новый годта шивап енді оянғам ғой. Трезвый болып сен кеп қапсың, жалпы кімсің өзін таныстырып кетсей. Сако, мен атым кедей болады, танысқаныма қуаныштымын. Мен кедеймін, енді кедей деп айтуға өзімді ұялам. Кәдімгі адамдарға өзімді бай қылып көрсетем, бірақ өзімнің үстімдегі киіміме қарап көр өзін. Міне үстіндегі киімі менің жыртық. Енді өзің көріп тұрғандай, мынау менің үйім. Бұл үйдің ішінде менде аса қатты зат та жоқ, тамақ та жоқ, қазір киім алатын ақша да жоқ, қарным аш. Негізі мен кезінде осы ауылда тұратын баймен дос болғам.
сол бай мені короче алдап бүткіл байлығым тартып алды. Енді қазір кедей болып қалдым мен. Енді сол маған кім көмектесетінін білмеймін. Енді сен подписчиктер немесе сен көмектесетін болсаңдар мен өте ырза болып қалады дедім. Ё-моё. Жоқ, сонда мен сені түсінбедім ше, сен баймен дос болдың, потом екеуің дос болып жүріп, бай сені алдап кетті ма досың болып? Ё-моё. Сако, в общем ол бай мені алдап кеткен болатын. Блин, енді давай сен шын айтып жатсың ба, өтірік айтып жатсың ба, оны білмеймін. Енді давай енді мен үйің үшін көріп шығайын сені. Так. В общем, мынау бізде кедейдің үйі. Мына жақта кедей деп тұр үстінде, ол бізде хпсы полный, бірақ қарны ашып тұр екен. Давайте міне мынау есігі енді бірақ та майланбаған екен. Кішкене әрен жабылып жатыр. Ал мынау болса міне мынаны қараңдар, үстінде мынау топырақ көрінген тас, короче, мынау вообще кеуіп қалған ағаш па бір бәле ғой, содан алып, в общем, салып тастаған ғой үйді мынау деген. Ё-моё. Мынандай үйде тұру деген вообще нереально ғой. Блин. Так, үйдің ішін кіріп көрейік ал енді. Үйінің ішінде мына жақта факелдар екен. Үстінде бір лампочка немесе бір, в общем, не дейді анда үстіге қоятын бірдеме бар еді ғой. В общем, үстіге қоятын шандай лампочка жанып тұратын. Сондай бір бәлелер болу керек негізі нормальный үйлерде. Бірақ мына жақта ондай зат жоқ. Міне полды қараңдар, полдың бәрі бізде құм. Және мына жақта бізде пеш, оқитын кітаптары бар екен. Кітап оқымайтын да шығар бұл, а то кедей болып жүрмейтін еді ғой. Ал мынау болса бізде верстак. Мына жақта 2 төсек бар, және сандығы бар екен. Сандығының ішінде түк жоқ екен. Ал мына жақта тағы да кітап. Не кітаптың бәрін толтырып алған, жарайды, кедей, в общем, хабардамыз енді. Мен саған енді көмектесуге тырысам бірдеме қылып енді. Ё-моё. Блин, тағы мойныма проблема туды ғой, в общем, ё-моё, не істеймізге? Так, мына жақта жителер паң деп жүре береді бұлар деген. Ал қазір енді мен өзім қонатын жер іздеймін бір. Ай, ё-моё. Мынау деген бай сияқты ғой сол. Не істеп жатыр мынау? Тұрып ұйықтай ма бір бәле сияқты ғой мына бай деген. Ё-моё. Так, бай ар жаққа қарап тұр. Давайте енді біздер пока есті ашып кәдімгідей тып-тыныш барып кіреміз. Былай уголға тұрып алайық, сосын ол бізді көрмейді. Опа. Давайте енді қазір. Ё-моё, мынаны қараңдар, сай дәу сандық ішінде алмаз деген өте көп. Біреу, екеу, үшеу. Давайте үшеуін алып кетейік. Айбай. Мынау мені көріп қоя жаздаған сияқты. Ё-моё, шошып кеткен соң кәдімгідей. Жоқ. Ар жаққа қарап қалыпты. Енді так, мына жақта болса біздерде библиотека, ауылда кітапхана. Және енді қазір достар қолыма қарандар. Мына зомби не істеп жатыр? Так. Кет зомби. Автомат алайыншы мына зомбилар кәдімгідей мен ауылыма тыныштық бермей қойды ғой. Кет ары. Мә саған, ё-моё, кәдімгідей. Мен тұрсам да өлтіріп жатыр ғой мыналарын берге, ё-моё. Тағы да кішкене мынандай зомби бар екен. Зомбилерді атып тастаймыз біздің ауылға тиіспесін деп. Давайте енді қазір біздер ұйықтап алайық, кедей де барып ұйықтай берсін. В общем, мен оған қазір кәдімгідей подарка істейтін боламын. Таңертең барып, міне байдан сені ақшамды алдым деп ше. Давайте енді қазір мына жақта, үйіме кіре алмай қалдым ғой. Давайте мына жақта лестницаны салып тастайтын боламыз бүйтіп. Осындай түрде. Давайте қазір біздер мына жаққа төсек қоятын боламыз. Мына жақтан аламыз. Ё-моё, шошып кеттім ғой. Давайте мына жақтан төсек аламыз. Төсек қойдық. Төсекті төсеп, әдемілеп, в общем, ұйықтап алайын десем, монстрлар бар екен. Онда бүйтіп қоямыз, жата береміз, короче. Ұйықтап алдық. Ұйқыдан тұрдық. Бәрі жақсы, бәрі керемет. Енді қазір далада таң атыпты кәдімгідей. Енді қазір біздер дәл қазір барып байға осы алмаздың бәрін тапсыратын боламыз. Ой, бай деппін ғой, өзім бай екем ғой. Көшім кедейге барамызға. Ал енді қазіргі уақытта менің қолымда алмаздар тұр. Давайте қазір енді біздер кедейге баратын боламыз. Чо там кедей, қалай жағдай? Ё-моё, әлі тұрсың ба не аяқта? Ё-моё. Қайырлы таң, Сако, брат мой, чо там, жители, қалайсың не? Жақсы, өзің қалай, кедей бомж, ё-моё, бомж. Ё-моё, мен бомж демейтін шығарсың әне, жаркет шығар. Сако, короче, ё-моё, мен қарным аш кетті кәдімгідей ше.
мә сенде бір ақша болса, бір екі бір андай бір темір болса, бір маған сундукка салсашы өтініш қарызға, потом байып атсам берем мен саған. Мә мына жақта кедей болып кәдімгідей шаршап кеттім, алдында да видеоңды көрдім, подписчиктерің айтты кедейге көмектес деп, енді сол маған көмектесетін шығарсың, иә брат? Ай, кедейушка, ё-моё, мен, короче, сен житель кет шығар, сен кет шығар вообще. Қазір екеумізде бөлек әңгіме болады, жеке әңгіме болады яғни. Мен, короче, байға бардым, түнде бай ұйықтап отқанда, мен осы алмаздарды алдым да, енді сенің ақшаң екенді біле тұра, саған әкеп берген болатынмын. Енді қуанып тұрсың, қатты білем, таңғалмай-ақ қой оған. Қазір енді мен үйіне кіріп осы алмаздарды да қайтарып берем. Енді өзім нормальный үй салып алып, ішін ремонттап, киініп, тамағынды бәрін реттестіре берсем болады. Ал мен қазір үйге кіріп, саған заттарды дайындай берейін, короче. Сен болса пока енді білмеймін. Да, егін мен айналысасың ба, сондай мен айналыса бер. Және де мен подписчиктеріме сәлем айт, рахметімді айта кет. Мені подписчиктерім айтты, себебі саған көмектестеп, енді сол үшін саған көмектесіп жатырмын. Блин, мына деген сасық екен. Фу, ё-моё. Фу, тесе салып тасақ тесіз. Короче, кете берейік. Ошым енді достар, пока бізде бүгінге осымен видео бітті. Енді үйі сасық екен. Енді достар, сендерге видео барынша ұнады деген ойдамын. Енді біраз уақыт болды видео түсірмегелі. Енді ошым түсіріп тұруға тырысатын боламын. Сіздерменен болған бірге мен Зако, және де келесі видеоларда жүздескенше, амандықта жүздескенше достар. Сау болыңыздар и давайте.